ырыс болған енді оригиналға теңеуге болады, бәріне теңеуге болады. Бірақ дәл қазіргі ойым мына жерде Мұхтар Ханзаданы жақын досым, жалғыз досым деп айтты. Соған қазіргі айтатын оған әнім біртүрлі қыз. Оның жүрегі мұз екен, көңілі күз екен, мың түрлі құбылған біртүрлі қыз екен. Ырыс баланымен мынандай әнге теңеймін. Шаршама, тек шаршама. Аяқ қолың талса да, жоғынып бір билейік, шаң шығарып ортаға, шаршамай, шаршамай. Ырыс балан бір әнге теңеу керек па? Меніңше нақ-нақ деген әнге келетін сияқты сол. Не істесе де нақ-нақ айтады, нақ-нақ сөйлейді. Сондықтан Алла қаласа сол қазы қалатын да, азы қалатын да осы ғой енді. Аман болсын сол. Ырыс бала қарындасымның отбасына, шаңырағына бақыт тілеймін. Амандық болсын. Нақ-нақ күшті кетті. Шаршама күшті кетті. Не алсаш? Өмір бойы қаламай. Ауа райы ма? Ауа райы. Негізі өте бір керемет ауа райы екен. Кейде былай емес. Бірыңғай бар. Оң жағында бірыңғай болатын жан екен. Қандай әнге теңесе де жарасады. Ең бастысы мен жігіттер квартетінің бақытты бол деген әніне айтқым келеді. Отбасымен бақытты болсын. Мен Рысбала Экранбайды Қаншайымға теңеймін. Өйткені ол үлкен әулеттің Қаншайымы келіні. Қаншайымым-ау, жүрегім менің ошағымның иесі. Шаңырағым мен шаттығымның киесі. Меніңше Ырысбала, Рома мен Ырысбаланың 5 баласы бар. Менің ойымша Асыл ана деген ән соған келетін сияқты. Асыл ана Жаулаға желбіреген. Қазір отыр. Тағы бір ән бар еді. Отырып тұрған ғой, бір ол Ырысбала бір жарқыраған адамда, сондай жарқыраған ән керек оған. Мен Ырысбаланы өзімнің әніме теңеймін. Ол әрқашанда алдыға қарай жылжып жүретін, шауып жүретін, тоқтамайтын жүйрік қой біздің. Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін.